Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Академия және Дүкенбай Дәулет сіздермен және Ердос біздің оқушымыз бүгінгі сабақты бастаймыз. Бүгінгі сабақ PHP және MySQL-ді жақсылап қарап оқып шығу. Так, Ердос, қалай болды жұмыстар? Жақсы. Жақсы болды ма? Көрсек болады ма? Істей алдым, иә? Молодец. Қайдан көреміз? Қазір. Дауысым жақсы шығып тұр ма, или қатты жай шықса? Жақсы шығып тұр. Жақсы шығып тұр ғой, иә? Мен микрофон драйвер істемей жатыр десем, микрофон істемеген екен ғой менің наушнигімде микрофон. Не, ашылмады ма сізге экран? Пока жоқ, ашылды енді. Ашылды ма? Алло. Иә, ашылды. Мынау нелерді толтырып шықтым. Неді товарларды. Мынау радар детектор несі, мынау видео регистратор несі. Автосигнализацияны басшы. Мынаны ма? Автосигнализация. Мықты. Потом GPS. Потом автомагнитолы. Аксессуар. Иә, кіреді. Мыналардың описаниясы онша көп емес негізі. Ол описание базада тұр ғой. Иә, неқта бар. Мыналарыңғы мысалы жақсырақ описание бар. Мықты. Қазір мынаусын ашайын, мынада видеолар мен сындырғармен бар. Қайсын еді видео деген? Қазір білмеймін. Мынауысында ма? Мына жерде қазір видеолар. Сол неде істедім ғой, база данныхта. Мықты. Анау неге картинканың несіне ссылкасына жаңа view content деген не аштым да, PHP деген. Қазір көрсетейін, индекс сияқты бөлек аштым да. Міне, view content деген бөлек аштым. Осы жерге бүкіл кодты не істеп салып, керек еместерін удалить еттім да. И мына жақта уже картинканың ссылкасына путь неге указывать еттім, база данныхқа. Сол жақта жаңасын ашып, definition деп андай описанияға соға нелерін бәрін соға салдым. Так. Қазір. Мына жерде сурет қақтайды. Мына жерде міне картинканың путін былай бердім да міне. Мына жерде ID бойынша тапсын деген user ID деп не бердім. Әрқайсына өзінің ID бойынша тапсын деп, мына төбе жағында қазір неқта мынандай қостым. Get by ID деген. Сөйтіп, әрқайсы ашылғанда өзінің view контенттенге өтіп, бөлек әрқайсының картинканың ID бар, сол ID бойынша ашып, сол әрқайсына нелерін салдым. Описаниясын, аттары, мынандайлар тағы қостым ғой, мынандай производитель, код товары деген тағы екеуін қостым, неде база данныхта. Қалғандары сол өзіңкі, суреттері де сол. Осылай. Алар. Басқа? Осыларды істеп шықтым. Так, осы задание болған, е? Осы задание орындалды, жақсы. Верстка жасаған жоқсың, адаптивный верстка? Ол жоқ, бітірген жоқпын. Верстканы просто астыңғы жағын бітірдім, мына жағын. И мен сол анау мынандай не бар ғой, мына жерде андай нелер ше, знактар. Солар менде шықпай тұр енді. Соларды сұрау керек болып тұр сізден. Түсінікті. Так. Қандай знактар шықпай жатыр дейсіз? Неде, мысалы, қазір көрсете салайын. Оплата соларда ма? Жоқ, олардың айттың ғой, знактары, bootstraптың знактары деп айттың ғой оны. Мен не бойынша андай
бөлек не болады екен да, типа не сияқты, текстің несі сияқты, фонд фэмили сияқты. Фонд фэмили сияқты бөлек не болады екен да, язык сияқты болады екен да. Соны подключать етедісін, сол сияқты істеп көрейін дегенде, бірақ менде шықпады. Жоқ, ол сен Bootstrap'ты пайдаланасың ғой. Сол кезде Аха. андай код бар. Before after деген оқып па едің? Жоқ, білмеймін ондай. CSS-ке бар, соны іздесең табасың. Мысалы Білмеймін. Айта беріңіз. Біздің өзіміздің нені көрші, кодты ашып көрсең, оң жағын басып, біздің сайттан. Ол жерде неге CSS несіне font family дегенге font awesome деген не қосқан да? Жоқ, ондай емес сияқты менің ойымша. Көрші автомат кезет кіріп. Қазір. Так. Выбрать деген инструментпен алып алсаң болады, оплата деген сөзді. Міне стрелка деген тұр ғой міне. Қазір бір минут, сонымен код. Мынау font family дегенде font awesome деп тұр көрдіңіз, ә? Соны мысалы атысаң, андай қалады. Жоқ, оны түсіндім ғой. Соны мен ойладым да, типа осындай бөлек не шығар деп, сөйтіп жазып көрдім да, олардың әрқайсысында сондай нелер, әр кнопканың өзінің осындай несі болады деген аттар. Сөйтіп қосып көрген едім, бірақ менде шықпады. Соны сол қалай істеген дұрыс болады деп соны сұрайын деген ма? Инау сол. Мынау оплата дегенді оң жағын басып көрдің ба? Оплата, қайта оплата деген. Иә, тұр ғой. Аны басшы, аның үстін. Бұны түсіре берші астына. Так, жоғыр көтерші енді. Жай. Север. Жоқ, е? Жоқ. Сен анан көрдің ба, анау жоғар, анау кодта, HTML кодта жоғарды көріп тұрсың ба? D4 покупатель деген. Иә. Соның үстіне тағы бір қадам, екі қадам көтерші соның үстіне. Тағы екеу? Бір қадам, тағы before деген көріп тұрсың ба? Before? Before деген ше, before деген. HTML кодта. Иә, аха. Жоқ. Астыңғы D4 покупательдің үст жағында before. Иә, аха. Сол ғой негізі код, по идее. Түсірші астына, оң жақтағы CSS кодта. Қара, жоғары көтер. Сәл жоғары көтер. Контент дегенде ма, осыны өшіріп тасташы. Table, display table, контент дегендер. Ол емес па? Жоқ. Қызық екен онда. Мүмкін жаңағы сол, бірақ ол ондайды болу керек емес еді негізі. Бөлек стрелка деп ашқанда, осыған мынау фонт awesome деген қосқан мындай фонт стайл, фонт family. Бефор негізі, бефорны көріп тұрсың ба? Аның үстіндегі. Нау ма? Иә, соны басшы. Соны, қара, F0DA деп көріп тұрсың ба? Соны өзгертсең, өшіп қалады, өзгертші соны. Сол код. Сен қалай істейсің? Сен жаңағы шрифті қосасың, скачать етіп алып. Жаңағы фонт awesome деген. Одан кейін уже анау неге жаңа бізде қайда тұрды before деген. Мынаның үстінде тұрды ғой қазір. Сол D4 меню ли before деп жазасың кодқа. Қазір тұрдыңыз. D4 стрелка дегенге, D4 стрелка қос нүкте қоясың да before деп жазасың. Неге бұл CSS-ке ма? Міне, дәл осылай жазасың. Көрдің ба?
осы жерде сол көрінетін болады. Ана шрифтті қосасың, потом осы жерге осылай жазасың. Өзінің мына стрелканың несі ғой, типа коды ғой, иә? Иә, оны басқаша ауыстырып көрші, мысалы F0 емес F1-ді десең, бір астынан шығып кетеді. Мысалы қазір ода ондай кодтағы символ жоқ, сол үшін басқасы көрініп тұр да. Түсінікті, иә? Жарайды, жақсы, соны қарасам болады. Так, бізде енді келесі үйренетін нәрсеміз не үйренуге болады бізге? Так, корзина істеуге үйрену керек бізге. Корзина, бірақ негізі дайын корзина жасау, дайын корзинаны пайдалана алу керек бізге негізі. Сессияны түсінесің, сессия деген нәрселер, купить сессия. Оларды оқыдым, бірақ әлі былай қалай қолданады, не үшін қолданады білмеймін онша. Түсінікті. Корзина сонда мысалы заказ еткенде корзинаға түсетіндей қылып істеу керек па? Аха, иә. Ол дайын шаблондар бола ма сонда? Дайын шаблондар емес, негізі просто жаңағы сенің жасаған нәрселердің бәрі MVC-де уже дайын тұр да. Түсіндің бе? Жазып шықтың қолмен бір нәрсе деп, оның бәрі уже MVC-де көбінесе уже жазылып қойған. Өйткені интернет-магазиндердің структурасы солай жазылғандықтан, уже ми ашыған разработчиктер әр кодты қайта жаза бергеннен қарағанда, осындай какой-то бір фреймворк ойлап тауып өздері уже готовый шаблондағы кодтарды. Вот содан шыққан нәрсе ғой олар. Соны I2 деген сол ма сонда? I2 деген сол бар, иә. Ода корзина уже фильтр, сортировка, по цене, по убыванию, по возрастанию деген сияқты темалардың барлығы готовый уже шешіліп тұрады. Онда I2-ға өтейік та, соны көрсетсеңші маған, қалай жұмыс істейді сонымен? I2-да өту үшін сен хотя бы структурасын дұрыс түсіну керексің да. Сен уже қалай жұмыс жасайтын түсіндің, иә? Иә, жасадым. MySQL-мен жұмыс жасауды уже түсіндің. MySQL емес, басқа да субдалар бар. Олармен де сен әртүрлі уже MySQL сияқты жұмыс жасай бересің да. Главный, ол жерде жаңағы админ панелі өзгеше болады, иә? Интерфейсы өзгеше болады, бірақ сен уже түсінігің бар болғандықтан любой уже субдамен жұмыс жасауға уже дайын болу керексің. Так, астына түссең көресің, мысалы информация покупателя деген, так, ол не? Обычный статичный беттер болады, обычный сөздер, да? Какой-то PHP файлдар, даже HTML файлдары болуы мүмкін. Контакты ол да сондай болады, блог ондай. Просто подписать ете салады болды ғой. Иә, әшейін ссылкасын қоя саласың. Астына түсе берсің, ең астына футерге түссең, бұларда обычный ссылка бар, бұл жерде де тексттер тұрады, болды. Оларды жаңа админка арқылы шақырсаң да болады, және админка емес, қолмен жазып қойсаң да болады HTML-ге. Жоғары көтерсең, мысалы, заказать звонок деген кнопка бар жоғарыда, ол кәдімгі обычный ссылающий окно. Біз білетін, иә? Басып көрсең, қазір шығады. Заказать бесплатный звонок деген бассаң. Иә, поп-ап істейсің ғой. Категория анау мынау деген бәрі бар. Мысалы, радар детекторды басып көр осы жерден. Радар детекторды басқанда көрдің бе, астында радар детектор деген шығып тұр. Үстінде жазу жөнінде шығып тұр. Солай жасай аласың ғой? Бұл анау неде? Неге база даныққа бөлек не ашып тайтл сияқты нәрсе ашатын шығармыз? Бөлек таблица ашасында, ол жерге жаңағы ID жазып қоясың, ол ID жаңағы ненің категория ID-ға тең болу керек та, және соның жанына name жазып қоясың, категорияның name-іне. Мысалы, радар, мысалы, ID1 радар детекторы, ID2 видеорегистраторы. Түсіндің ба? ID3 автосигнализация деген бөлек таблица. Бөлек таблица ашасың. Оны сен, мысалы, осы жерде уже обрабатывать еткен кезде get параметр аласың, иә? Категорияның get параметрін, оның категория номер береді саған. Сол номерді сен базаға жібересің, маған осы номердегі осы категорияның аты керек деп. Сол кезде саған мә деп береді. Түсінікті. Түсінікті ғой, иә? Так, енді сәл астына түспей қой, так. Примерно осы жұмысы. Енді қара, былай істесек болады, купить дегенді басшы. Так, осыны шығаруды біз үйренуіміз керек. Осыны қалай шығаруға болады? Бөлек немен создать етіп алу керек қой бірінші? Нені? Поп-ап тағы бірін істеу керек шығар. Дұрыс қой енді, поп-ап тағы бірін істеу керек, базар жоқ. Бірақ X-ті басшы.
Аха. Екінші товарды ашшы. Әр товарға бір попап жасаймыз ба? Жоқ, онда просто сол тағы база данлықта не таблица құрып, сол жер құрамыз, таблица бар емес пе бізде? Радар детектор, iBox, X6, GPS Evolution. Онда Бізде уже мына жерде производитель базада бар, бізде жоқ па? Иә, бар. Код товара Бар. 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 Наличие есть или нет тоже бар. Ценасы бар. Суреті бар. Мына жақта оформление заказа деген ол жай ғана инпуттер. Біз оны қалай осыны жасай аламыз? Мысалы, бір бетте мысалы 10 товар тұрса, 10 попап жасамаймыз ғой. Бір попапты мәліметтерді ауыстырып отыратындай жасауымыз керек. Енді осыны қалай жасауға болады? Онда бір попап жасаймыз да бірінші. Просто анау картинканың әрқайсының аттарының ссылкасына не береміз, сол база данлықтағы ссылканы береміз да. Сол жақтағы андай нан орнына, мысалы, сол жақта жазылған неймгесі нан орнына сол имидждің өзінің путін жазатындай қылып істеп қоямыз. Сөйтіп әрқайсысын сол әр неде несін ауыстырып тұрамыз. Қандай технологиялар көмегімен жасаймыз? Қай тілмен жасаймыз? HTML мен жасаймыз ба? CSS пен жасаймыз ба? JavaScript пайдаланамыз ба? PHP пайдаланамыз ба? Бірінші HTML, CSS пен кәдімгідей бірінші несін жасалу керек? Вершкасын жасалу керек. Мысалы, наған уже нелерін андай width нелерін беріп, нелерін стильдарын жөндеп CSS-ті жазып алу керек та. Солай ойлап отырмын мен де. Ары қарай уже база данлықпен жұмыс істеген кезде ол өзі әрқайсысына өзі ауыса береді. Түсінікті. Егер басқа жол болса, басқаша болса айтарсыз. Басқа қалай істеуге болады? Так, Ajax деген технология бар. Сол технологияны жасау керек бізге. Көптеген әдістер бар. Ең жаңа көп кездесетін сол әдіспен жасауға болады. Мысалы, мына кезде мен басқаша әдіспен жасағам. Кіріп көрсе, оны жаңа бассаң, кодты көресің. Қандай әдіс сонда ол? Кодты аштым мысалға. Радар детектор деген мысалы кодын ашып қарасаң. Жоғары көтере бер, жоғары көтере бер. Мына жерде iframe деген нәрсені білесің бе? Естіппең? iframe дейсіз ба? Неде? Видео тығатын кезде қолданбай ма тек iframe? Или басқа нәрсе айтасыз ба? Так, видео дегенге, видео тығатын жерге де қолдануға болады. Оны айтасыз ба? Иә, соны айтып отырмын. Мен көбінесе iframe-мен видеоның ссылкасын тығатын көргенмін, бірақ басқа білмеймін. Так, қара. Iframe деген жалпы ол какой-то бөлек страница деп түсінуге болады. Түсінесің бе? Ол жерде ішінен қарасаң, ішінде қайтадан тағы doctype, HTML деп қайтадан страницаның кодтары кетіп жатыр. Солай жібергем. А уже HTML-ге уже мен какой-то get параметр берген. Көріп жатсың ба? Товар, товардың ішінде pop-up товар деген страница бар. Товар деген папка, папканың ішінде PHP файл бар, pop-up товар деген. И және соған мен какой-то ID деген get параметр беріп жатырмын. Сол арқылы мен данныйларды алып жатырмын. Түсінесің ба? Бірақ ол какая-то страница, бірақ не? Ол не? Как страница ретінде шығып жатқан жоқ, ол slash окно ретінде шығып біздің алдымызға көрініп тұр. Ол бірақ ондай әдіс енді дұрыс деп ойламаймын негізі қазіргі уақытта. Сол үшін қазір Ajax-мен жасау керек сияқты. То есть Ajax дей ма? Ajax Ajax берейік.
сол үшін Ajax технологиясы деген бар, жаңадан шыққан. Ол страницаны обновлять етпей, мен саған айтқан жоқпын ба, айттым ба? Иә, айтқансың. Обновлять етпей көп нәрсені жасауға болады. Қазір жасауға болады. Давай былай істейік. Менде бүкіл бар ғой, то есть осы жасалған жұмыстар. Мен проектімді жасай берейік. Хорошо, мен қазір өзімнің немді қосам экономикаға. Көріп жатсың ба мен экранды? Жоқ, иә, енді көріп жатырмын. Все. Так. Біздің проект қалай аталған еді? Автомат Ердос деп пе? Ердос автомат деп пе? Автомат Ердос деп тұрады. Автомат Ердос деген менде жоқ сияқты ғой. Ердос дегенге кіріп көріңізші, что-то тұрғасындай. Деп. Ана отыр. Ердос деген уже бұрынғы көрсеткен, И2-ны көрсеткенім ғой бұл. Жіберейін ба онда сізге? Так. Давай жібере сал. Жіберіп жатсың ба? Қазір барады. Барды ма? Барды, көріңізші. Қазір. Сен ауырып жүрсің ба не, Ердос? Ауырып жүрсің ба не? Ауырып жүргенде сол не ғой, баяғы денемен нелер шығып, жаралармен осы Шымкентке сол үшін ауысқанмын ғой мен. Соны емін әлі қабылдап жүрмін да, осы оқумен жалғасып, соны кейде 2 апта, 3 апта сайын барып тұратын едім да, врачқа. Соны кеше 2 күн соған барған едім. Қазір қалай енді жағдай? Қазір жақсы болып жатыр, иә. Так, открыть. Так, лампа керек емес.
Ердос, Ау. есің тұр ма? Иә. Chrome қайда? Chrome менде. Поиск жазсаңшы. Так. Мгм. Так. Мен компьютерді ауыстырдым, ана базадан жоқ менде. Сенде базадан бар ма? Менде мынау андай ғой, радар детекторы деген кіріп көріңізші. По-любому менде жоқ қой. Менде база. Білем ғой. Не, базадан анық менде бар. Соны жібересің ғой файл ретінде. Оны так, неге кірем? Регистрация менде. Қазір бір минут. Басталды ма? Так, жоқ. Қазір басталған шығар, көрейікші. Басталды. Ой. Автоматты таңдайсың, үстін басып, потом экспорт деген басасың. Жоғарыдағы менюдан. Жақта ма? Жоқ. Оң жақта. Оң жақта? Оң жақта структура деген көріп тұрсың ба? SQL структура поиск деген жерде. Иә. Экспорт. Басасың. Вперед басасың. Вперед. И маған жібересің соны. Кетті. Все. Экранды көріп тұрсың ба? Иә. Қазір былай істейсің де жалпы.
новый компьютер енді базадан вообще жоқ менде. Осы жерге кіресің, создать буду дейсің. Сен аты қалай еді? Автомат пе еді? Аты автомат, иә. Автомат, иә? Аха. UTF-8 General-сы, иә? И создать деймін, көрдің ғой, иә? Автомат үстін басам, и импорт басам. Выберите файл басам. Так, мен скачать еткен жоқпын әлі. Так, скачать. Менде бірақ не деше, сол бағанағы істеген автоматта біз андай категория деп беріп, радар детектор деп әр категорияға салдық қой, мысалы. Бірақ өзім, мысалы, автомат деген өзім бірінші главный экранын ашқан кезде ше, сол бағанағыда анау не жазу шығып тұрады менде бәрібір. Қандай жазу? Warning бір нәрсе деп шығып тұрды ғой сізде, білесіз ба? Базадан типа жоқ деген сияқты жазу. Сондай главный экранда шығып тұрады да, бірақ уже мына категорияларға кірсем, қалғандар жұмыс жасайды. Главный экранда өйткені не жоқ қой сенде? ID параметр жоқ қой. То есть get параметр жоқ қой. Главный экранға ма? Главный экранда сен индекс PHP-ні өзін ашасында категория деген get параметр болмайды. Сен кодта жазып қойғансың get параметр бар деген сияқты, түсінесің ба? Сен қандай да бір защита қойын керек еді кодта. Типа isset get параметр бар болса, ол кезде жасалады. Жоқ болса, онда әшейін без ошибки жұмыс жасай береді, HTML код құр өзі. Қазір почтадан қалай шешу керек ол проблема. Так, мен жүктелген жоқ па не менде әлі? Ар жағын басып ашып көрсеңізші. Загрузкенің ішінде ма? Все. Дұрыс болса, продукт деген таблица ғой сенде? Иә, сол. Қанша товар бар сенде? 54 товар бар. Жақсы. 54 емес, ол андай ID-лар кейбіреулер дұрыс емес. Мысалы, мен андай проблема шықты да, менде мысалы мынау көріп тұрсыз ғой, қатарынан былай келе жатыр ғой. Мысалы мен анау автоматтың өзінің сайтына қарап істеп жатқан кезде, мысалы мынау үшінші неден кейін анау төртіншісі тұрсын деп төртіншісін салған кезде бар емес пе? Ол наоборот төртінші емес, анау бірінші жаққа тұрып кете берді да ол. Түсіндіңіз ба, түсінбедіңіз ба? Сонымен көбісін удалить етіп, сөйткен кейін кейбіреулері ID-лардың арасында бір 2-3 не андай қалып кеткен сондай. Мысалы 42 болып келе жатады да, келесі уже 47 деген сияқты сондай да. Жалпы 36 не бар екен ғой сенде, көрдің бе? Иә, 36. 36 не бар екен товар, ал мына ID 54 екен. По идее негізі ID бойынша салады ғой мыналар негізі. Иә. Менің білуімше. Сен ID бойынша сасаң болады, болмаса жаңағы алфавит бойынша жасасам болады, name'нің алфавит бойынша бірінші A-дан басталатын товарлар шықсын десең болады. Оны order by деген білесің ба? Жоқ. MySQL-дің өзі нелері бар. Where деген сияқты ғой. Where деген который деген сөз ғой мысалы. Order by типа какой-то бір атрибут сортировать ету, price арқылы ақшасын мысалы аз ақшадан көп ақшаға, көп ақшадан деп істеуге болады. Desk ask деген сондай нелер бар, параметрлері бәрін жасауға болады. Жарайды. Мынау жаңағы ошибкаң сенде, по-моему, мынау категория 1 деген болмағанда шығады, по-моему. Мынандай, иә? Аха. Өйткені сенде не жоқ міне, көріп тұрғандай. Көріп тұрғандай жаңағы не жоқ? Жаңағыдай. Не запрос па? То есть get параметр жоқ сенде. Аха. Так, бізде open server, domains, индекс PHP ғой, иә? Міне қара. Get категорияны бай алдым да. Аха. Түсінесің ба? Солай жазу керек, міне қара.
деген сияқты да. Сол кезде ондай мынау болмайды. Қазір көрейік. 135-ші қатарда қате шығып отыр. 135-ші қатар бізде мынау. Бұл жерде жазуға болады жаңағы. Тура жаңағыдай жазып қоюға болады. If-ті жақша алуға керек емес екен, білетін шығарсың, иә? Бір-ақ рет болады, бірақ операторда Иә, бірақ не болса жақша жетеміз. Екі-үшеу болса. Иә. Не қате жоқ. Егер ана бетті басам, уже шығады. Басады. Түсінікті ғой? Болды. Иә. Вообще қатені оқып, қатені түсіне білу керек та. Сен ағылшының жақсы болса, тем более. Мен 135-тен көрдім, бірақ мынаған келдім де, соны ойланып қалдым да, бұның мынада қате деп жатса, бұны алып тастасам, аналар істемей қалады ғой деген сияқты сөйтіп біраз не оқып қалдым. Проверка жасау керек, тексеріс. Любой нәрсені қарап болады істеуге. Так, жалпы біз не істейміз? Купить басқан кезде бізге свой шаг нашау керек. Біздің сайтта перезвонить басқан кезде обычный попап шығады, иә? Автомат.kz деген сияқты. Алло. Ау. Үйде. Қазір мен сабақ істеп жатырмын. Айтам өзім деп. Нұрдос, мамаға звондашы. Алло. Алло. Алло, иә. Болдың ба? Сізді күтіп отырмын. Мені күтіп отырсың ба? Сен телефонда сөйлесіп отыр деп отырмын ғой. Бағана уже әшейін просто біреуге айта салған едім. Сөйлес. Так, былай істейміз. Жалпы мынандай ғой мәселе. Мынау перезвонить басқан кезде обычный всплывающий окно шығады. Оны жасау қиын. Иә, қиын. Басқан кезде осы шығу керек, дұрыс па? Бұл былай істейміз. Ең бірінші бізге как обычный всплывающий окно керек. Дұрыс па? Мен бұрында қалай жасадық біз? Pop-up PHP деген бөлек жасадық па? Иә. Бөлек ашып, аняқа қосып. Иә, саламыз Pop-up PHP. Все саған етеміз. Так, Java саламыз. Так, хорошо. Pop-up PHP-ді қосамыз. Дұрыс па? Иә. Қалай қосады не болмын? PHP requirement ба? Так, справочнигімді ашып алайын өзімнің, Так, қандай справочник ашсам болады, қай сайттан бір ұрласақ болады кодта. Так, requirement қоссақ болады, дәл мынандай, дұрыс айтасың. Require once дегенде бар. Вот сонымен де қосуға болады. Қосу бәрі емес па, немен қоссаң да, Жоқ, кейбір require once деген бір рет қосылады. Екінші рет қосатын болсаң, какой-то бір астына ол дәл сол нені. Уже ол ашып қоя береді. Require once деген бір рет қосады деген сөз. Require деген сен көп қоса бересің. Мысалы, PHP қазір pop-up PHP ғой мысалы. Pop-up PHP мына жерде бір pop-up PHP болады. Астына тағы бір pop-up PHP HTML қосып қоюға болады деген сияқты. Түсіндім. Так, мынаны қостық. Pop-up PHP-де бізде не болады? Pop-up PHP-де бізде жаңағы не болады? Как біздің өзіміз pop-up PHP сияқты кодымыз болады. Ол кодты біз дайын код таба салайық. Вершкаға уақыт кетірмейді. Иә. Так, бізде қалай еді ол? Так, web, так, заявка купить. Use layouts pop-up PHP. Так.
Так, мындай болыпты бизде. Так, мынаны алдырсам болот. Былай калдырсам болот да. Pop-up 2, анау контейнер, окно 2, жабу 2. CSS кодында кандай кодтар бар сенде? Frontend, web, CSS, site CSS. Bizde жабу 2 деген кодты алу керек. Кодты көшіріп алу керек бізге. Сенің CSS кодыңа. Сенде медиа қолданбағасың ба? Жоқ әлі, медиа жағын қолданмадым ештеңе. Медиа дегенде андай ма? Кәдімгі Bootstrap медиасын айтып отырсыз ба? Иә. Жоқ, ондай әлі қолданмадым. Соңғы дегенде ғой. Оған мән берген жоқпын, әшейін жазсам. Pop-up'тардың несін CSS-ін бөлек жазып жатырмын, иә? Жабу 2 қойдым, алып алдым. Pop-up close дегенді алып алайын. Так, pop-up close. Так, бізде бір уақыт па? Все, осыны алып алайын. Так, одан кейін қандай код болады бізде? Жабуды алдым, pop-up close алдым. Окно 2 ден аламын, окно 2 и pop-up аламын. Дұрыс қой? Окно 2. Окно 2. И pop-up аламын. Дұрыс қой? Дисплейдің басында анау. И қызық болсын. Iframe'ді пока өшіре тұрайын. Так, купить деген сенде қандай кнопка бар сенде мына жерде? Купить ол кішкене төбеде ойым. Жоқ, иә, сол. JavaScript ашам енді. JavaScript вообще жазбағасың код? Әлі ешқандай JavaScript тықпадым мен жерге. Кеше жұмысында сол немен болды ғой, база данных. Так, ойбай. То есть ұмытып қалмаған шығарсың jQuery'ді? Жоқ, ұмытпадым. Написать, точка клик, function. Написатын кезде не болады бізде? Бізде pop-up 2-ны шығу керек. Шығарамыз. Так, fade in деген дұрыс. Так, көрейік. Так, окно, иә? Окно 2 бізде. Окно 2-ны жасаған кезде какой-то бір не берек та? 500 пиксель. Height 150 пиксель. Width 100% деп тұр ғой? Аты самайсыз болған? Қайсына? Сол жерде width 100% деп тұр ғой?
примерно осындай, Мгм. Так. Көбейте болсаң осындай шығады, дұрыс па? Енді ішіне информация салу керек бұны. Мгм. Информация қайдан аламыз? Вот қызық енді осы. Так. Мынаны жабуды басу керек, жабу өшу керек қой. Әлі істемедік қой. Қалай істейміз оны? JS-ке қосыл. Клик болғанда fade out. Дұрыс қой. Аха. Так, енді қызық болады мынандай. Музыка естіліп жатыр ма саған? Иә. Біздің бір жақтағы музыка. Иә, естіледі. Жай естіледі. Күшті ма? Настроение. Так, былай істейміз енді. А3 написать. Кнопканы басқан кезде біз қай кнопканы басқанымызды білуіміз керек. Қай кнопканы басқанымызды? Мынау не үшін кім істегесін? Ол алғаннан қалып кеткен ғой. Неден алдың сен? Неден кодтың алдын олмайын? Автоматтың несінен. Сен қалып кеткен ғой. кодты ұрлай бересің ба, сонда не? Жоқ, түсінбегенде емес, просто мен ана жағына уақытын кетірмейін деп соларды салдым да, керек емес нәрселер удалить еткен кезде анау кейінне барған. Бұл верстка жасаған кезде керек болады ғой деп қалдырып кеткен ғой сол кезде. Ана хайден деп тұрғанға қарағанда. Все, түсіндім. Алып тастасаңыз оны? Жоқ, алып тастамаймыз, керек ол. Қазір 1 минут күте тұр, Аха. Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Просто бұл нәрсе неге керек? Бұл нәрсе бізге жаңағы осы именно қай кнопканы басқанымызды білу үшін. Балгының ішіне, жаңағы значенияның ішіне бізде не салуымыз керек? Осы товардың ID-ні салуымыз керек. Бізде ID қай жерде жазылады бізде? Былай жазылады ғой? Иә. Дұрыс қой. Осы салып қоямыз. Бірақ прайс емес ID болады. Дұрыс қой? Иә. ID ол уникальный нәрсе, дұрыс па? Әр товарды уникальный болады. Бір ID-ның ішінде 4-5 товар жүрмейді ғой. Сол себепті осыны арқылы біліп отырамыз. Жақсы, бұл қызық болады енді. Енді JavaScript-пен сәл нормально жұмыс жасау керек. Енді A3 написать басқан кезде, білесің ба? Так, былай істеу керек. Жабуды жоғары шығара салайық. A3 написать еткен кезде, біз осы A3-тің ішіндегі нені алуымыз керек? This деген нәрсені білетін шығарсың, не? Аха. Осындай. Осы деген сөз. Осының ішіндегі children деген нәрсе бар. Қателесім осы children жаза ма? Сөйтіп жаза. Children, так. Children ол баласы бар, какой-то. Children неге тең? Input. Children. Так, children бізде неге тең болады? Script.js. Children бізге қалай жазады? Ішінде былай жазса қалай болады екен бұны? Children болады, какой-то науысы. ID-е post ID товарға тең болатын. Так, иә. Осы точка клик болған кезде, то есть осыны valuesін алуымыз керек. Бұны мысалы var ID товар. Точнее, былай істей салайық.
Дұрыс. осылай да. Мхм. И экранға шығарып қояйық. Валуда ештеңе жоқ шығар әлі бізде. Так. Value'де қазір мына жерде не бар? Аш написать бастым. Валуда әлі ештеңе жоқ па? Анан свернуть етсеңші, үшін написать дегенді. Негізінде diff'тің ішінде value жүр мына жерде. Қай жерде? Мына жерде. Diff па несінде? Div. Написать. Мына сен индекс PHP ғой. Иә. Input жүр. ID товар. Купить деген. И потом перезвоните деген тұр. Мына жерде value жүр не всему. Екеуі екі бөлек div. User ID деген жерде Аш написать ен ой, ішінде міне Иә. бір input бар. Values бірге тең. Дұрыс қой, өлкен ID бірге тең. Аха. Келісесің ғой? Аха. Все. Script жесть, мынаны өшірдік. Value емес, val ғой айтпақшы. Сен соны айттың. Бәрі емес пе негізі? Бәсе енді болды. Көрдің ба? Сонда val деп жазу керек пе не? Val бәсе, мен де түсінбедім, val деп жазу керек. Так, енді осы ID товарды біз не істейміз айтайын ба? Бізде енді Ajax деген нәрсе. Сен көрсетіп пе ме? Саған көрсетіп педім. Ajaxпен әлі жұмыс істемеді ойымыз. Саған жоқ қызы? Анау ма? Почта бойынша ол Ajax па? Иә. Онда почта бойынша көрдік Ajax'ты. Қалай барарын. Мына код. Иә, осын көрдік. Так, заявка деп атамай ақ қойық бұны. Купить PHP деп атайық, иә? Так, бұған не жібереміз? ID жібереміз. Бұған ID жібереміз, ID товарды жібере саламыз. И, скорее всего, болды. Осы MCG деген ол любой нәрсені жаза саласыздар ма оны, да? Бұл жерге ма? Или именно сөйтіп жазу керек па? Енді сен функцияны егер оқыған болсаң, мына жерге месседжі 5 десің, месседжі 5 деу керексің. Параметр сияқты бұл. Иә. Обязательно месседжі деген сөз қысқартып аласың. Иә. Былай істедім мен қара. Ajax запрос, яғни A3 написать етілген кезде, A3 написать деген кнопканың ішіндегі, кнопка басылған кезде, оның ішіндегі мен баласын аламын да, баласының ішінде post ID driver деген, ID товар деген, то есть input бар ішінде, дұрыс па? Соның значениесін алып аламын. Ол значениесін мен не үшін аламын? Чтобы қай товардың кнопкасы басылғанды білу үшін. Аламын да мен Ajax технологиясы арқылы Ajax запрос жасаймын, яғни post запрос арқылы менде методым post болады, мен get десем getпен де жіберуге болады. Бізге защищенный дұрыс қой негізі. Иә. Купить.php деген файл, менде қазір файл ашам, соған мен post запрос жіберем. ID товарды маған осы маған тең ID деп. Потом don деген функция мына жерде жұмыс жасайды, тек қана дұрыс Ajax запрос орындалып, сәтті аяқталса ғана. Және оның результаты маған
мына msg деген параметрмен алып кетіп береді. Так, енді new file php. php'ді аштым, е? php'ді аштым. Яққа мен не істеймін? Бұл жаққа так, мен былай істеймін. Яқта pop-up бір нәрселер бар. Views товар, pop-up товар деген бар. Ставить ете саламын. Бұл нәрсе керек емес. Так, каталог анау мынау деген сияқты. Еще маған категория деген нәрсені жіберу керек екен ғой. Түсініп жатсың ба? Что категорияны анықтау үшін. Так, онда былай істейміз. Мына жерде не бар ғой? Post ID товар, е? Сенде жаңа суреттің папкалары қалай салынып тұр? Image. Әрқайсында әртүрлі іште. Products деймін да, ішінде әрқайсында сол жазып тұр. Мына жерде тағы бір hidden input ашам. Бұл жерде ID товар емес, ID категория болады. Түсіндің ғой? Бұның жоқ шығар, бұнда не? Бір ID бір ақ рет орындау керек қой, бір ақ жерде болу керек. Түсінікті ғой, е? Бұл жерде мынау user категория қалай табамын мен бұда? User категория деген бар ма мындай? Бар, төбедегі get запрос пе категория бар, аха. User категория деген бар ма или тек get категория деп алайын ба? Төбеге жүрсеңіз да, ең басына. Сол жерде әйтеуір екеуін де жаздым ғой мен. Get by ID, get... бұл жерде емес, ол неде екен анау? View content деген ішінде екеуін де жазғанмын. User категория бар екен. Мысал қара. Басам, кодын көрем. Бұл жерде value бар, дұрыс қой, е? Видеоға сәтті барам, оң жағын басам, просмотр код. Бұл жерде уже категория 2 болады. Бірақ 9-шыда бар. Түсіндің ғой, е? Все дейді. Мен енді купить басқан кезде, скрипт жазам енді. Купить басқан кезде, мен тағы не алам? ID категория деген нәрсе алам. Түсіндің ғой, е? Бұл жаңағы нені алады? Категорияны алады. Иә. Мына жерге еще через запятаяны қосып қояйық. Дұрыс па? Жариялауымыз керек қой переменді. Иә. Мына жерде тағы екінші параметр жіберем. ID Категория. Былай салайын, ID товар. ID товар берсем, ID категория жасайын, не? Так, осы қызық. Общий ID деп, анау өтір арқылы жазуға бола ма? Болмай ма олай? Қалай өтір арқылы общий ID? Мысалы, data ID дейсіз да, кавычканың ішіне ше? Потом ID товар, өтір ID категория деп қойсаң болмай ма? Жоқ, мысалы мен мынаны теңестіріп жатырмын ғой, типа. Мынаны ID деп қойсам да болады, маған байланысты емес, бірдей болу не обязательно. Мынаны параметрді алып, мына жаққа қойдым да, мына жаққа беріп жатырмын. Мынау қазір пост запросына барады. Ертең пост ID товар десең, ана жақтан осыны тауып аласың. Түсіндің ғой, е? Каталог section дейді. Так. Мына жерге мен бүйтіп жазамын. Пост.
Мгм. жаздың ба? Иә, иә. ID категориясын саламын. Бір болса бізде қанша категория бар? Бізде 6 ғой деймін ол жерде. А, жоқ. Көре салыңызшы на всякий 6 ғой деймін. Аксессуари деген біреу бар, иә? Қазір айтамын сізге. Автомаг деген бар. Что за автомаг? 6, иә, 6. Автомагнитолы деген ғой. Радари, радиар, иә? Иә, Видеорегистратор, иә. видеорек. Популярный ол, түсінсің ба? Иә, иә, түсінемін. Бар, потом сигнал деген бар ма? Ауто сигнал деп қойдың ба? Автосигнал деп қойсам. Авто сигнал, иә? Потом GP. автомаг деп қойдың ба? О, иә. Автомагнитолы деген сөз. Автомаг И аксессуары. аксессуари. Все. Дұрыс, иә? Аха. Осыны алады, ананы алады, потом не алады. Сонда енді Мына жерде подключение жасаймыз. подключение. Мына жерде жаңағы мынау сияқты подключение жасалады. В принципе, бізге анау керек емес екен, бізде мынау екінші не. Connection жасалады, потом не жасалады. Result жасалады. Егер мынандай не болса, пост запрос болса да, мынандай ID товар. Егер осында бар болатын болса, ID товар. Естет деп қояйын. Егер осы ID товар бар болатын болса, ол кезде мынандай запрос жасалады. MySQL query мен select дейді. Так, from продукцияда where ID маған тең. Мгм. Түсінсің ба? Одан кейін уже не қыламыз. Уже мына жерде не жасауға болады. Оны ашуға болады. Оны қалай ашуға болатынын қазір көрсетемін. Так. Осылай болды бізде. Так. Қалай істесек? Түсінікті ғой, иә? И потом мына жерде не қылсақ, бір не жасасақ. Товар. Қойсын. Товар. Бізде не бар? Категория. Пока мынау әшейін не болып тұра берсін.
Hecho. Папка. Жаңағы не керек емес. Мынауымыз керек емес бізге. Купить деген нәрсені мынау керек емес уже. И көрейік қазір қалай болғанын жұмыс жасайды. Дива жасайық, типа pop-up контент деген. Осыны берейін. Бізде ошибка дейді. Купить PHP-де 8-ші адат ошибка. Видео рейд дейді. Все. Дұрыс деп тұр бізде жұмыс бәрі. Так, бізде мына жерде не бар бізде? Аты бар, е? Атын былай жасап саламыз. Каталог name, е? Каталог name'ге сен name оны былай ма? Иә. Аты қандай? Суреттің аты? Кәдімгі image. Былай ма? Ашин image. Иә. Image. Ашин, аха. Анау name. Ең аты. Товардың аты. Дұрыс қой? Так, name кетті. Так, мынау кетсін. Stars 5 PNG дейді. Stars. Неше. Производитель қандай аты? Производитель ма? Бар ма сенде производитель деген? Бар, бірақ мен қазір білмеймін. Яқта продюсер деп па сөйтіп жазып қойған едім, қазір көресің. Manufacturer ма сондай қойсын ғой? Manufacturer, иә, болды.
өзің сол производитель деген аударма сол. Ой. Так, код товары бар ғой? Код товары бар. Ол не деп атады? Сол жерде көре салыңызшы. Продукт код деп қойған. Продукт код арасы позор ма не? Иә. Что-то апай сен ғой, болмай көріп, негізі ондай болмайды ғой. Неге? Сол, өйткені то есть, по идее болатын шығар, дұрыс болатын шығар, бірақ нежелательно да қою. Не, нежный правилдармен жазу керек па? Солай болса дұрыс болады, иә, негізі дұрыс болады. Так, мынандай. Ценасы, иә, бізде цена бар еще. Прайс деп қоймай. Описание бар ма бізде? Иә, description ашын. Қазір көрейік енді, походу болған сияқты шыққан. Так, бізде не жоқ сияқты что-то. CSS кодын жоқ сияқты. Style деген тұрған еді ғой мына жерде. Отзыв. Без прайс show me. Товар show me кому есть в наличии. Бесплатная доставка. Или 1975 дұрыс қой жаңағы бағасы. Мынаны бассақ, осылай береді. Видеорегистратор. Так, заголовка дегенде бәле батырын яқын жоқ CSS-тер, иә. Так. Мынаяқтан іздеу керек болды енді CSS-терін. Іздеп көрейік CSS-терін, жарайды. Pop-up. Заябспа, анау. Бізде қандай бар бізде? Хотя бы D5 суреттер, D5 пен бастау керек бізде.
д5 емес, А5 деп өзгертіңізші. Неге? Индексте А5 деп жазған мен жақта. Мынаның версткасында ма? Кәдімгі өзінің версткасы бар ғой, кәдімгі сайттың ше. Сода мысалы D5 image деп тұрса, A5 image деп тұрады да менде. Сол байланысты емес па оған? Байланысты онда CSS-тер жоқ, байланысты емес айтпақшы. Өйткені мен жаңа ғана қойдым ғой бұған. Егер ол мынау көбейт деген PHP-ның ішінде егер сондайлар болса, онда байланысты емес. Ал егер ол жерде ондай болмаса, индекске байланысты болса, онда A деп жазу керек. Индекске байланысты емес. Бізде мынаған купить PHP-ге байланысты. Көрсеңізші астын не деп жазылып тұрған. Мына жерде D5 описание деп тұр. Онда байланысты емес. Опа. Бір қызығы менде неге мынау дұрыс жасамайды ма код нелер? Images пе сенде? Images қой. Бірақ frontend деген жоқ менде. Frontend деген жоқ қой сенде. Менде әшейін images. Frontend ішінде image product сенде. Менде images ішінде products болды. Сіз дұрыс жазбағыз ғой. Әнеде products'ın ішінде products деп жазылып кетіпті ғой. Шыққан видеорек деген қап кетіп отыр ғой басшанда. Видеорек деген не ғой? Типа енді ол. CSS-тен өзін жасай аласың ғой? Иә. Комбо бір анамна шоуми средств наличия ақшасы. X басам. X көрмей отыр неге? Айдин жауып қалады.
жазып жүреді да. Мына жерге ше. Көп жаз. Жерден десең айттым ғой саған, иә. Иә, бетіне шығып тұрады. Бетіне шықпай қалыпты да. Купить. Жауам. Мынаны басам. Нүктеп. Жауам. Қалай жасап отыр жұмыс жалпы? Жұмыс былай жасайды. Басқан кезде, ішінде не бар? Children, дочерний элементі бар. Ішінде не қара? Дочерний элементте ол өтпеді, хидden көрінбейді. ID алатын, ID-ді мына жерде алып қойып жатыр. Көріп тұрсың ғой? Иә. Басқан кезде соның ішін алып, соны басам, купить алады да, оны алып, жаңа бізде JavaScript кодта шығады бізде. Басады, ашып написать басқан кезде оны алады да, ID товарға теңестіреді да, оны ID товар ретінде жібереді неге? Купить PHP файлына. Купить PHP файлына жібереді, купить пост запросына жібереді да, оны купить PHP келеді ол пост запроспен жоғарыда міне. Егер осы ID товар пост запроспен келсе, дұрыс келсе, онда оны ID-ға теңестіріп аламын да осы нәрсені, потом MySQL арқылы не жіберемін, запрос жіберемін маған керек, мен аламын, select деп выбираю. Продукт деген таблицаның ішінен ID-ға тең. Товардың данный барын аламын, бүкіл атрибуттармен, бүкіл атрибут деген сөз жұлдызша. Потом товарды оны MySQL fetch as-sock деген ол не? Жаңағы таблица. Массивтің ішіндегі. Массив ретінде ашып тастаймын. Массивке аударамын да, яғни товар деген уже менде массивке тең болды. Оның ішінде товар категория деген нем бар, товар name, товар price деген товар жаңағы сондай түрлі нелер бар. Оның және категория байланысымен папкалерді ажыратып жатыр мына жерде. В принципе, мына жерде папка керек емес ғой, сен папкамен сақтап қойған екенсің ғой ар жақта, иә? Иә. Базаға, так что керек емес екен ана нәрсе. Іште ғана стайлды мен соны тағасам да болды, по идее. Стильдері. И потом мынау нәрсе керек емес бізге. Потом мына жердегі кәдімгі верстка кетеді. Верстканың ішіне аттарды қоясың, тиісті аттарды купить PHP-ге ше. Осы кәдімгі PHP файл мынау негізі ше. Мынаны бөлек үшін болады мысалы. Осы PHP файлды полный HTML коды бар емес па? Иә. HTML коды дайындалады да осы жерде, осы купить PHP-де. Потом мына жерде қайтадан MSG болып келеді сол. Түсінің ол готовый болып. Иә. Купить PHP данный жібересіз, бұл саған дайындап береді. Ну, типа, саған завод сияқты дайындап береді, сен MSG-ді алып қоясың. Аласың да сен немен, jQuery-мен, pop-up content деген div-тің ішіне оны HTML код арқылы, HTML код ретінде салып жібере саласың. Түсінікті ғой? Pop-up content деген несін ашыңызшы индекстегі? Pop-up content деген ол мынау ғой. Pop-up PHP-дің ішіндегі мынау ғой, өзі pop-up болды. код салына береді. Осы жерге қойып жібереді. Ал енді кәдімгі сайтты ашыңыз да. Енді мысалы купить емес, соның астында перезвонить деген басқанда ше. Бұны тура сол сияқты істейін ба? Перезвонить басқанда ол жерде шын данныйлар жоқ қой. Бәріне бір болады ғой. Болғанда шейін онда андай HTML сияқты істей салам ғой, pop-up деп. Понятно. Так, енді саған тапсырма. Мынаны істеді ғой, иә? В принципе, осының версткасын аяқта. Түсінікті ғой, иә? Потом корзина жасау керек саған. Корзина? Сессияны оқу керексің и корзина жаса. Қазір жазу. Корзина. Корзина жасау қалай, мысалы, мынау купить деген бар ғой, иә? Мысалы, астында тағы бір кнопка қойса, корзина деген кнопка. Бұл корзину деген. Корзинаға салынатын болады. И потом мына жақта уже корзина покупок дейді да, бір штук деп тұрады да, бағасы жазылып тұрады сразу. Тағы корзина бассаң, мысалы, екі штук болды, тағы бағасы сумма. Мысалы, 10 рет бассаң, 10 штук деп, бағасы 10-ға көбейіп тұрсың ғой, иә? Корзинаны басадың ғой? Иә. Басқан кезде осындай корзина деген бет шығады да, үнкей корзинаның товарлар тұрады. Бірінші товар деген сияқты. Әр товардың несі тұрады. Штук бағасы. Түсіндім.
нужно купить дегенде аяқтап до конца. Сабағымыз Иә, не о анау кодтасыңыз да бір нәрсе сұрай салайын сізден. Мен анау не тұр ғой, view content PHP деген тұр ғой. Неде? Кәдімгі индекстің астында ше, индекс купить деп жазылып тұр ғой. Тағы бір PHP-дің сайты тұр. Бөлек view content деген тұр ғой. Көрмей тұрсың, кәдімгі сол жаққа анау нелер тұр ғой. Иә, сол. Осы жерде анау төбесінде анау ID тең get ID деп жазғам ғой мен. Сол дұрыс па солай жазғаным? Мысалы, select from products where ID тең ID деп мен сөйтіп жаздым да оны. Дұрыс, иә. Дұрыс па ол? Екі категорияда ID да тұра берген дұрыс қой. Түсінбеген не үшін қазір мына қатар сен керек емес қой мына қатар саған. Мен ойладым да, мысалы, мынаға копировать еткен кезде екеуі де тұру керек, ата ана жақта істемей қалады деп ше. Жоқ. Мысалы, ана категорияда артысам істей береді ғой, иә? Әр бет, саған категория керек емес па саған? Соны сұрап жатырмын да, соны керек емес па, осы жерде тұра берсем әлде. Құр тұра бермейді, конечно. Онда мына қатар саған керек емес, мына қатар керек емес. Өйткені сен результатты алдың да, еще оны тағы өзгертіп жібердің мәнін. Үстінен басып жүрдің да, переменный, ол дұрыс емес қой. Саған керек мынау. Саған get ID деп сразу қоя алмайсың мына жерге по ID. Қойсаң ошибка шығады. Как что переменныйға салып аласың, потом барып қоясың. MySQL close дегенде негізі вообще-то соңына жасаған дұрыс негізі. Көбінесе соңына жасаған дұрыс. Мына жерде PHP. Мен просто басында сіздің жасағаныңызға қарап істедім да мен. Түсінікті онда. Түсінікті онда. Рахмет аға. Жақсы, келесі сабаққа. Жіберіңіз керек қой, конечно. Все онда, жақсы онда. Аха, жақсы. До конца орында, иә? Болды, аха. Ау. Бар. Жетеді. Сонымен біздің сабақ аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар.